Ол жаққа үлкен ағама отын жарып беру үшін барған болатын. Әйеліммен сол кезде таныстым. Қарашаның 11-і бізге 18 жыл болады. 6 баламыз бар. Таңертең 8-де тұрамыз. Әйелім таңғы шай дайындап, балаларды оятады. 3 баламыз мектепке барады. Мен қораға шығып мал жайлаймын. Бұған біз кішкентай кезімізден үйренгенбіз. Егіз қыздарым ай күндері жетпей шала туылды. Өкінішке орай олар миларына қан кету патологиясымен дүниеге келді. Қыздарымды емдеу үшін қаражат дәрі-дәрмек қажет болды. Азын-аулақ малым, 2 сиырым, бірнеше бас жылқыларым мен қойларым болған еді. Солардың көбін сойып өткізуге тура келді. Ақыр аяғында бір ғана сиырым қалды. Жаны ұшырып, оларға көмектесудің амалын іздедім. Қазір екеуі де жүгіріп жүр. Жақында 3-ке толады. Бұл біздің өміріміздегі ең үлкен сынақ шығар. Атаулы әлеуметтік көмек ала бастағалы бұлардың бәріне қолымыз қайта жетіп отыр. Алғашқы ақшамызға 70 қаз бен 20 тауық сатып алып өсірдік. Одан кейін бұзау, сосын бұқа алдық. Осы айда қорамызда ағашқа толтырдық, сиырдың жемін алдық. Малымыздың қыстық шөбін де сатып алдық осы ақшаға. Шынында бұл біз үшін үлкен көмек қой. Балаларды да осы ақшаға киіндіреміз. Менің тапқан таянғаным отбасыма жетпейді. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бизнес бастау жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерінен білім алдым. Бітірген соң арнайы сертификатқа ие болдым. Енді гранттан үміттеніп отырмын. Өз бизнес жобамды да сәтті қорғап шықтым. Қой мен жылқы сатып алсам ба деймін. Бұл біздің қолымыздан келетін іс. Сондықтан отбасымды көтеріп, болашақта ешкімге тәуелді болмау үшін мал санын барынша көбейтіп, шаруашылығымды кеңейтпекшімін. Балаларымызға сүйіспеншілігімізден артық сірә еш нәрсе бере алмаймыз ау. Бұл ең басты баға жетпес дүние. Ертең күні қызым Дарина оқуын бітіріп үлкен жетістіктерге жетеді деп үміттенемін. Меніңше ол өте жақсы фельдшер болады. Мен балаларымның алға қойған бар мақсат-мұраттарына жетулеріне қашанда тілектеспін. Бүгінгі ұрпақ бізге қарағанда әлдеқайда жақсы өмір сүрулері тиіс деп ойлаймын.